Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз профессор оқытушы құрам рейтинг модулі және де кафедра атынан көрсеткіштерді толтыруға арналады. Ол үшін жүйеге кафедра меңгерушісі ролімен кіреміз. Келесі тізімнен оқудан тыс қызмет бөлімін таңдаймыз және де профессор оқытушы құрам рейтинг бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде қажетті жылымызды таңдаймыз, кафедрамызды таңдаймыз. Және де кафедраға қатысты келесі ақпараттарды көруімізге болады. Яғни бұл бөлімде бөлім рейтингісін көруге болады. Оқу жылы жалпы кафедраның рейтингін көруімізге болады. Төменгі бөлімде келесі ақпараттар қарастырылған. Бірінші бөлім ол рейтинг. Бұл бөлімде кафедраның барлық оқытушыларының рейтингін көруімізге болады. Немесе іздеу жолағына оқытушының аты жөні бойынша іздеуімізге болады. Қызметкерлердің типі бойынша, қызмет түрлері бойынша, мәртебелері бойынша іздеуімізге болады. Келесі жиынтық деректер бөлімінде қандай ақпараттар қарастырылған соны көруімізге болады. Яғни кафедра қандай көрсеткіштер бойынша ақпараттар толтырады және де қандай көрсеткіштер бойынша рейтингқа қатысатындығы туралы ақпаратты көре аламыз. Келесі бөлім ол көрсеткіштер, яғни бұл бөлімде кафедраның ұсынған көрсеткіштерін көруімізге болады. Яғни кафедраға қатысты көрсеткіштер ол ағылшын тілінде жүргізілетін пәндердің тізімі, қосымша қандай да бір қосқан көрсеткіштерімізді толтыра алады және де академиялық ұтқырлық бойынша шет елдерге кеткен және де тәжірибеден өтуге кеткен білім алушылардың академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру және де кафедраның түлектерінің жұмыспен қамтылуы туралы ақпараттар қарастырылады. Жаңа көрсеткішті қосу үшін біз қосу батырмасын таңдаймыз. Оқу жылы көрсеткіштің түрін таңдаймыз және де көрсеткішіміздің атауын таңдап, жасау батырмасын таңдау арқылы біз өзіміздің көрсеткішімізді қосамыз. Яғни сипаттамасы растайтын құжат және де тексеруге жібереміз. Келісу бағдары бөлімінде кімдер келісім жасайтын көруге болады, яғни кафедра туралы жіберілетін көрсеткіштерді факультет деканы және де қандай да бір құрылымдық бөлім қызметкерлері тексеретін болады. Осындай ретпен кафедра өзінің профессор оқытушы құрам бойынша рейтингтарын жібере алады. Яғни бұл жерде оқу жылдары бойынша көрсеткіштерді көруге болады. Ал нақты оқу жылы бойынша көру үшін сол жылды таңдаймыз және де кафедраның атауын таңдаймыз. Келесі көрсеткіштер, яғни көрсеткіштер бөлімінде бұл қандай да бір жіберілген көрсеткіштерді көреміз. Келесі бағалаудың есептеу формуласы бөлімінде бізде кафедра бойынша жалпы жиынтық қалай есептелетіні туралы формуланы көре аламыз. Осындай ретпен кафедраларда өздерінің рейтингқа қатысатын көрсеткіштерін толтыра алады. Осымен кафедра атынан профессор оқытушы құрам рейтинг модулі бойынша көрсеткіштерді толтыру бойынша сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!